Ол тарихшылар айтып жатыр, бір-екеу қалған олардан да қазір аттарын өзгертіп алған деген нәрселер айтты да сол кезде. Бірақ сол жерде екі тайпа, екі андай отырыс дау-дамай болып кетті да. Соның қайсысы рас негізінде? Жоңғарлар. Қалғандар бар ма негізі? Біреулер соны Найманға келіп андай қылып шыға, Найман деппін. Қытайдан қинап отқан қайсы? Ұйғырлар деп біреулер шықты бір тарихшылар. Соның бөлшектері. Ұйғырлардан сол ол нелердің ішінде мына жоңғарға қызметке бекіткен 800 отбасын бекіткен. Жоңғар дегендер ол сендер білмейсіңдер ғой. Бұл Қытайлар деген Қытайлар жоңғардың басталуына негізі салған сол Қытайлардың әрекеті болар. Мына айтайық аумағы мына Қытайлар тұрған жер олардың жері. Бұрынғы несі бойынша. Сөйтіп мына жердің мына оңтүстік жақта Қытай, Вьетнам, анау бар ғой жаңағы шекарада. Соларды Қытайлар жат деп есептейді. Жат, бөтен. Ол мына жақтағы Моңғол да жат. Біздің қазақ, өзбек, бұлардың бәрі жат Қытайға. Солай деп есептейді, бәрі жат. Ал олар 1600 жылдарда, ал 1600 сол 20-30 жылдарда мына Алатаудың бауырына сол ана Вьетнам жақтағы Қытайдың шекарасындағы сырттағы жаттардан әкеліп қанша нелерді Алатаудың бауырына қойды. Сөйтіп анау ұйғырларды әкеліп бұларға қызметке бекітті. 800 отбасы. 800 отбасына әкелген босану бірталай адам ғой, аналар әкелгендері. Сөйтіп бұлар ертеден қара кешке тырбанып жұмыс істейді. Содан оларды транчы деп атаған тарихта. Транчы, таранчы, таңертеңнен қашқа ертеден кешке жаңағы тырбанып жұмыс істеп отыр. Енді ол тараншылар мына мырзаларына ат қояды. Бұлар Қытай емес, жат қайсы болса да. Сөйтіп, бұлар оларға шаһар деп ат қойған. Сөйтіп, шаһар енді 1600-ге шейін, 1620-30 жылдарға шейін нелер бар? Қалмақ. Атау қалмақ болып келген. 1242-ден есептейді. 1242 жылы Берке хан таққа отырған, Батудың баласы. Сөйтіп, Берке хан алғаш рет мұсылмандықты қабылдайды. Сөйтіп ол мұсылман болғанда оның көптеген әскерлері мұсылман болды. Сөйтіп олар енді әрі қарай бәрі мұсылман. Сөйтіп 1600-ге шейін келді. Сөйтіп 1600-дің 30-40-30 жылдарында Қытайлар аналарды әкеліп шекараға отырғызды. Сөйтіп бұлар бір халық болып қалыптасты енді. Сөйтіп мына ұйғырлар тырбанып жатқандар, тараншылар. Мына мырзаларға шаһар деп ат қойған. Шаһар деген сөз мынау Қазақ пен Қытайдың арасында шекарада жүретін шаһар деген аң бар. Ызақор. Ешқандай қолға үйренбейді, жыртқыш. Мынау шебері қарсақтардан шағындау, мына мысық, қояндардан ірілеу, сондай бір аң енді. Сол аңның ешқандай игемге келмейтін зақорлығынан мыналар соның атын мына
mırzalarının atına koygan. Biroq Xitoylar shahar degan atni atay olmaydi. Tilleri gelmeydi shaharda. Ular Tuzon Qar deb atagan. Tuzon Qarning arjag'i Jo'ng'ar bo'ldi. Mana sonda Qalmoq 1642'den başlanıp 1242'den başlanıp 1640 yıllarga şeyin keldi. Keyin endi mınav Jo'ng'arlar men Qazaqlarning arasındagi şatak neler Xitoyning nesmen itermelewmen başlangan. Xitoylar Qazaqlarga bulay şabul jasap, bulay niyetip askermen kirүүден korkады. Olar burun Qazaqlardan biraz görüp kalgan. Buna Tarbağatay'dan Xitoylarda Qazaqtın yüzlükleri kirgizbey koygan. Xitoy qancha askermen kelgende de onu ötküzbeydi. Odan keyin bular endi ne isteydi? Özleri tikeley bolmagan eken, analарды alıp bergan anau Asudun tübüne Xitoy men Qazaqның arasındagi yerlerge akelip analарды ornalaştırdı. Söydüp olar Jo'ng'ar atandı. Biraz yılda olar Jo'ng'ar kadimgi küçük memleket bolup her berdesin Xitoyning özünün chegarasını çaptı. O da keyin Xitoyning hökümetleri aşulanıp olarga askeri jiberip onalarni qirib tastanglar deb. Sonda sol asker yeleri, başçıları bularni qirib tastagandan görü başka adis koldangan sol sender Qazaq жерine şabasın bolsаңдар şabarın. Buna eğer şapmasаңдар bala şahındı barın qirib tastaymiz deydi. Söydüp Jo'ng'arlar Qazaq dalasına şabatın bolgan. Sonra sol кездерде 1640 yıldары Батыр Қонтайшы деген çıktı. Sol Батыр Қонтайшы Jo'ng'arların askerini uydastırıp odan keyin özünün şamam gelmeydi dep nege dalaylamamen xabarlasıp Tibet'tege söйтüp mınav Қонтайшыларды маған қосып бер деп соған ықпал жасаңыз мынау нояндарга менің әмірім жүрмейді деп сол далайламаның ықпалын пайдаланған. Сөйтіп Қазақ жеріне олар шабады. Сөйтіп шапқанда сол қыстан қатты қысылып шыққан халық енді жайлауға шығамыз деп тұрған кезде шапты. Халық қырылып кетті. Қанша адамдар, мыңдап адамдар көмусіз қалды, ит құсқа жерді. Sonda жаңағы Ақтабан шұбырында ұшырағаны сол. Сөйтіп Алатаудың бауырынан көш келеді. Көшкен сайын бір тайлақ бос келеді. Туған жерден айырылған жаман екен, екі көзді мөлтілдеп жас келеді деп. Халық солай ауған. Ал енді осы жылдарда Қазақтың нелері жаңағы әрекет қылып, ар жан-жақтан жиналып Жоңғарға соққы берген. Бұлардың күші аз әлі. Жоңғардың нояндарының әрқайсысының астында бәлемің әскер бар. Солардың енді ең алғашқы Қазақ әскерінен соққы жегендері Салқам Жангірдің әскерлері, Малай Сарының жігіттері ұйымдасып, Оғар бұлақта Олардың елін әскерінің жолын тосты. Бұрын 20 мың деген, кейін тексеріп жеткенде 50 мың әскерді жолын тосты екен. Сонда жақсылап қырды жоңғарларды. Ал бірақ позицияны неде бұлардың жері, ыңғайлы жерде отырып алған, атқылап қарсы алған. Сөйтіп
Keyin 1727-yıllar şamasında Anrakay şaykası oldu. Anrakay'da Kazak'ın 300 bin askeri tügel bolup Joңғарларды қатты қырды. Сонда жоңғарлар аңырап қалған Аңрақая деп аталған сол шайқас. Сол кезде Абылайдың атағы шыққан. Сонда Абылай 17 жас шамасында. Ол Абылайлап ат қойып неткенде жоңғарлар төтеп бере алмай қашуға мәжбүр болды. Сондай қырғынға ұшыратқан жоңғарларда. Міне осыдан кейін бұлар ақыры қазақ жерінен әр жерден таяқ жеп, жұмыстары бітіп, шаршап, сол Алатаудың бауырына келіп, өздерінің жатқан жеріне келіп жатқанда 1758 жылы Қытайлар ана жақтан қалың әскермен келіп, бұларды қырып тастады. Бала шағасымен қырып тастады. Bir günde жоңғар елі де, тілі де жоқ болды. Сонда солардың кейбір адамдары қаруларын қасы тастап қазақтың ішіне қашқан. Сонда Қаскеленге келген олардың табан тіреген жері. Қаскелен, ол кейбіреулер Қаскелен деген Қалмақтың батыры деп жүреді. Қаскелен деген батыр жоқ, Қаскелген деген сөз бар. Ана қастары келді ғой. Содан ол кейін Қаскелен болып кетті ол. Одан кейін бар шамалған, анау деп далбасылай, шамалған емес, шым алған. Анау елерге құрылыс материалдарын бере ма қазақ? Кешегі дұшпан өздері. Келіп отырғандар. Ал келгеннен кейін енді бұлар да тіршілік жасау керек. Өздерге жылы жайлы қоныс керек. Сонда шымнан үй салған, шымнан салған үй жылы болады. Ол қосымша жылытуға мұқтаж болмайды ол. Сол шамалған болып жүрген, шымалған ол, шамалған емес.